Қазақтың жігіттері жоғалтып алған қасиет. Мен қазақпын десеңдер, жігіттер, тыңдаңдар. 80 жылдың басы Совет армиясының қатарына шақырылдым. Мәскеудің маңындағы әскери бөлімге Орта Азия мен Кавказдан келген жас жігіттермен бірге түстік. Орта Азиядан келген 10 қазақпыз. Қалғандары өзбек, тәжік, 2 қырғыз, 4 түркімен. Әскери бөлімнің қақпасынан кіргеннен-ақ жемтігіне көз салған бөрідей бізге бәрі жақтырмай аларып қарайды. Оказывается, здесь землячество. Кавказ рулит деген Дағыстан жігітінің айтқан сөзін құлағым шалып қалды. Құдай-ау, неге Кавказда тумадым екен деген жаман ой санамнан суман етпесі бар ма? Баняға түскеннен кейін жаңа киім алдық. Ротаға барып, жағамызды, шевроландарымызды тігіп жатырмыз. Түннің бір уағында топырлап жерлестерін іздеп келген кавказдықтарды көрдік. Көп болса өзімізден 1-2 жас үлкен жігіттер, бірақ сайдың тасындай кең иықты кексе жігіттер екен көрініп тұр. Өз тілдерінде шүлдірлеп сөйлеп жатыр. Бір кезде ішінен біреуі бізге қарап, "Откуда вы, узкоглазый?" деді. "С Казахстана" дедік. "Яшины земляки, что ли?" деді. Яшасы кім деп қоямыз? Іңірт ауа казармаға көзі сілеусінің көзіндей сығырайған арыстан жал, қобылан жота, бойы ұзын, жалпақ жауырынды солдаттың төресі кіріп келді. Палуан екені пелмен қылып түйіп тастаған 2 құлағынан көріп тұрмыз. Жуан, балтыр, сом, білек, түйе табан жігіт екен. Орманға шерхан кіріп кеткендей әсерде болдық. Бағанағы кавказдықтар "Яша, салам алейкум, брат" деп жабысып амандасып жатыр. Олардың біреуін қаперіне іліп тұрған Яша жоқ. "Қазақтар бар ма?" деді қазақша. Әкемізді көргендей, "Я, бармыз, мұндамыз" деп мойнымыз созып жатырмыз. "Жүріңдер" деп мойын қиқан еткізді. Енесіне ерген күшіктей бәріміз оның артынан лемконға кірдік. "Қайдансыңдар? Аттарың кім?" бәрін сұрап жатыр. "Көп күттім ғой сендерді, бауырларым" деп қояды. Яша деп жүргеніміз қазіргі оңтүстік Қазақстанның Жандарбек деген жігіт екен. Өзі палуан, көкпаршы. Жандарбектің арқасында жаман өмір сүрмедік. Арқамызда тауға сүйегендей болдық. Ағамызда жігіттің арлан екен. Байқаған күндіз онша көрінбейді. Түн қата төбесін көрсетеді. Менмін дегендердің өзі оны көрсе сыртан қасқырды көргендей сырт айналып өтеді. Түсі суық демесең, жәкең өте бауырмал, қазақы жігіт болып шықты. Санчасқа ауырып түсіп қалсаң, жылы жұмсағын алып келеді. Қалтамызға 5-10 самын салып, ағалық қамқорлығын көрсетеді. Әсіресе үлкен адамдарда столовыйдың төріне 11 адамға дастархан жаяды. Қалғандар бізден төмен отырады. Дастарханда жылы жұмсақтың, тәттінің бәрі бар. Мереке біткен соң, дастарханнан қалтамызға 1 кәмпит салдырмайды. Бәріміз тұрып, столдағы тағамдарды сол күйі қалдырып кетеміз. Бірде 23 ақпанда Совет армиясының күнін тойлап болдық. Дастарханнан 2 кәмпитке қызығып, қалтаға сала берген сол еді. Яша мені ала көзімен атып жіберді. Сасқанымнан әлгі тәтті кәмпиттерді столға қайта қоя салды. Казармаға келген соң, Яша бауырымыз өмір бойы есімізде қалатын әңгімені жүрегімізге мөрледі. Осы әскери бөлімге соңғы 7 жылда келген мен жалғыз қазақпын. Сендер менен кейін 1,5 жылдан соң келдіңдер. Көп қорқытат, терең батырат. Мықтылардың арасында балпаң басу үшін де балтыр керек жігіттер. Марканы ұстап тұру керек. Маған да оңай болған жоқ. "Сүйко, сен алған 2 кәмпитте тұрған ештеңе жоқ. Сұңқар шашып жейді, құзғын жемтігін бауырына басып жейді" деген. Бұлар діні бір мұсылман дегенмен тілі басқа, табиғаты басқа, дәстүрі басқа жігіттер. Сырт көз сыншы. Бізге бұлар сынап қарайды. Бұл жерде 5.000 солдат бар. Яғни 10.000 көздің назарында жүрміз. Өзімізден бұрын халқымызға сөз келмесін. Түсінгенге түкке тұрмас 2 кәмпиттің өзі көп нәрсені айтады. Көже қарнымыз тойғанға мәз болып жүрген құлағы тесік құлдың балалары емеспіз. Көңіл қарны тойған тек татаның ұлдарымыз. Бізден қалған көл көсір тамаққа қарап, уызына жарған халық екен деп біздің қазаққа баға беретін мықты жігіттер бар ішінде олардың. Бірге бір төбелессем, маған төтеп беретін жігіттер аз арасында. Оны мен 1,5 жылдың ішінде жұдырығыммен талай рет дәлелдегем. Күшті білек, бір бақыт, мінезден көрініс табатын тектілік, 1000 бақыт бауырларым. Тектінің қай кезде де мысы басым. Өзің жұртты қалай сынасаң, олар да бізге сондай сын көзбен қарайды. Аттың түгіндей әлемде, тайдың төбеліндей ғана елміз. Бабасы басын имегеннің баласы тізесін бүкпейді деген. Қазақ батыр халық деп кеуде кергенше қанымыздағы тектілікті
бекзада мінезімізбен дәлелдейік. 20-ға толмаған өзіміз қатар жас жігіттің айтқан сөздері басқасын қайтан өзімнің өңменен өтіп кетті. Жарты жылдан соң Жандарбек брат елге кетті. Сабаздың баласы 10 жігітке татитын қазақ екен. Қалған 1,5 жылда қалған 10-ымыз мықтылығымызды, тектілігімізді дәлелдеуге тура келді. Бізге де оңай болмады. Алла абырой беріп, армиядан ауылға аман есен оралдық. Үлкен өмірге араласып кеттік. Талай қазыналы қызметтің құлағын ұстап келеміз. Кейде мына қызылды жасылды дүниеге қатты қызыққанда Жандарбек бауырымның сөзі есіме оралады. Дүниеге қатты қызығып, сол 2 кәмпиттей тәттіні қалтаңа салғаннан кейін өзіңе, отбасыңа, әулетіңе, халқыңа сөз келмей ме деген сөзі ғана мені көп нәрседен тоқтатты деп Серік ағамыз әңгімесін аяқтатты. Осындай қасиет қазақтың әр жігітінің бойынан табылсын. Егер сіз мәнді мағыналы әңгімеге қызығатын, сөздік қорыңызды молайтып, отырыстарда тәрбиелік, салмақты ой айтқыңыз келсе, бұл жинақ дәл сіз үшін. Бұл жинақта не бар? Сөз атасы Майғы биден бастап, қазіргі игі жақсылардың өмірден алынған өнегелі әңгімелері мен тағылымды ойлар жинақталған. Салт дәстүр, денсаулық, отбасы құндылығы, әйелді құрметтеу, бала тәрбиесі, яғни әр қазақ баласы білуге тиіс асыл дүниелер ойшам жинағында топтастырылған. Өміріңді өзгертетін бір кітап бар, сол кітапты табу үшін 100 кітапты оқы дейді. Ойшам сол 100 кітаптың жүрекке жеткен сығындысы. Егер ойыңызды өзгертіп, сөзіңізге салмақ бергіңіз келсе, ойшам жинағын алыңыз. Кітап бағасы 4990 теңге, қазпошта арқылы жіберіледі, жеткізу құны 1000 теңге. Барлық сұрақтар бойынша WhatsApp номерға жазыңыз.